Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай ең дәмді жұмсақ бөлкелердің рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз. Бізге қажетті ингредиенттер: жылы сүт, сары май, ұн, қант, ашытқы, тұз, жұмыртқа керек болады. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Ол үшін жылы сүтімізді құямыз. Үстінен бір жұмыртқаны саламыз. Оның үстінен қант салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді үстінен ашытқыны саламыз. Тұзымызды салып, майды құйып, енді қамыр илейтін боламыз. Ұнды өлшеп, аз-аздан салып отыру керек. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болу керек. Мен осылай бірінші венчикпен араластырып аламын, сосын қасықпен араластырамын. Енді осылай қолмен илеп, қамырымызды қазір бетін жауып, жылы жерге орап қоятын боламын. Міне бізде қамырымыз дайын. Қазір мен 2 сағатқа жылы жерге қойып қойдым. Қолыма кішкене сұйық май құйып, қамырымызды алып, енді бөлшектерге бөліп, қамырды бірнеше бөлікке бөлемін. Мен әрқайсысын 100 граммнан бөлдім. Қалауыңызша жасайсыз. Бөлкелердің формасын әртүрлі етіп жасасаңыз болады. Қамырдың беті кеуіп кетпеу үшін мен осылай бетін сүлгімен жауып қойдым. Енді осылай әрқайсысын жайып шығатын боламыз. Қатты жұқа қылып жібермейміз. Бұлардың ішіне мен мейіз, жаңғақ салдым. Сіз өз қалауыңызша қалағаныңызды салсаңыз болады. Біздің бөлкелеріміз қызарып, әдемі болып шығу үшін мен бетіне бір жұмыртқаны осылай алып жағып шығамын. Сол кезде олар әдемі болып қызарып шығатын болады. Міне менің бөлкелерім де дайын. Іштері де өте әдемі болып пісті. Менің каналым ұнап жатса, маған жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақмарал.